Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзімнің лагман созу әдісімді көрсеткім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін ең алдымен алдын ала еленген 500 грамм ұнымызға 350 грамм салқын су және де бір ас қасық тұз, бір жұмыртқаны салып, жақсылап отырып қамыр илейміз. Лагманның қамыры жұмсақ болмау керек, барынша қатты қылып илейміз. Яғни қамырды илеу барысында біздің ұнымызда түйіршіктер болмау керек, және де қамырымыз өте жұмсақ болып кетсе, созылу барысында қиындықтар тудыруы мүмкін. Сол үшін барынша қатты илеп, ұзағынан тындырып қойсаңыз, лагман тестаңыз өте керемет болып шығады. Осылай ортасындағы ұндарды толық нан қылып илеу үшін үстіп басып илейтін боламыз, және де дайын болған қамырымызды демалдырып аламыз. Біздің қамырымыз өте жақсы демалып, тынып тұр, яғни 15-20 минуттай демалдырып алдым. Енді осы қамырымызды майлаймыз алдын ала, және де осылай біркелкі етіп жұқалап, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз, созу барысында бізге ыңғайлы болу үшін. Барлығын осылай бірдей бөлікке бөліп алғаннан кейін, шетінен үстіп видеода көрсетілгендей етіп жұқартып, дөңгелектеп, осындай бір ыдысқа немесе пакетке салып, майлап бетін жауып қоятын боламыз. Майды барынша көбірек жаққан дұрыс. Май көп болған сайын біздің қамырымыз тез тынып, тез созуға ыңғайлы болады. Осылай барлығын жасап алғаннан кейін, ыдысымыздың бетін жауып қоямыз, немесе пакет болса пакетке салып бетін жауып, тағы да бір 5-10 минутқа демалдырып аламыз. Лагманның қамырын әркім әртүрлі созады, сондықтан мен сіздерге өз вариантымды көрсетіп отырмын. Егер де сіз көп адамға созатын болсаңыз, құрамын 2 еселеп, 3 еселеп соза бересіз. Міне біздің қамырларымыз тынып, яғни демалып өте жақсы болып тұр. Ең алғашқы салған қамырымыздан бастап енді созуға кірісеміз. Созу барысында осылай алақанымызбен видеода көрсетілгендей етіп жұқартып созып шығамыз. Дәл осылай барлық қамырымызды бір-бір қайталап шығамыз, және де бетіне май жағуды ұмытпаймыз. Қамырымыздың барлығын осылай жұқартып алғаннан кейін, бетіне май жағып, пакетпен немесе жаңағыдай ыдысымызға салып, бетін жауып, тағы да бір 5-10 минут демалдырып аламыз. Барлық қамырымызды біркелкі етіп созып алғаннан кейін, тағы да 5 минутқа бетін жауып, май жағып қалдырамыз. Демалып, тынып тұрған қамырымызды аламыз да, тағы да бір-бір қайталап созып шығамыз. Егер сізге лагманның қамыры өте жіңішке болған ұнамаса, яғни жуандау қамыр ұнайтын болса, дәл осылай істеп пісіре беруге де болады. Ал маған жіңішкелеу қамырлар ұнағандықтан тағы бір қайталап, және де осылай бір-бір созып шығатын боламын. Барлық қамырымыз тынып дайын болып тұр. Осылай шетінен қолмен тартып, столымызға бір ұрып, тегістеп жинай береміз. Міне біздің барлық қамырларымыз біркелкі болып созылып дайын болып шықты. Енді пісіруге кірісеміз.
алдын ала қайнап тұрған суымызға бір ас қасық тұз салып, жақсылап бұрқылдап қайнаған кезінде қамырымызды салып, осылай шанышқының көмегімен судан жоғары шығармай, судың ішінде бір-біріне жабысқан жерлерін ажыратып, толық бұрқ етіп қайнағанға дейін пісіреміз. Міне біздің қамырымыз осылай бұрқырап, бетіне көбігі шығып, жақсылап қайнау керек. Және де осы қайнағаннан кейін 1-2 минут ұстаймыз, толық пісуін қадағалаймыз, сосын барып судан сүзіп аламыз. Піскен қамырды суға салсаңыз да болады, мұздай суға, бірақ маған суға салған ұнамайды. Дәмі кетіп қалатындай болып көрінеді, сол себепті мен суға салмай, тек піскен қамырды майлап аламын. Піскен қамырды ыстықтай бірдей майлап алсаңыз, бірден ешқандай да жабыспайды. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы әдемі болып осылай шығады. Достар, видео ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналда көптеген рецепттер бар. Сіздермен болған Гүлназ.